Бүгін сіздерге ешқандай сливкисіз жасалатын әрі дәмді болып шығатын шоколадты торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен керекті ингредиенттеріміздің барлығын дайындап аламыз. Жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратып аламыз, ақ уызына шым-шым тұз қосып ағарғанша миксерлейміз. Ұн, какао разрыхителімізді қосып араластырып дайындап қоямыз. Қантымызды осылай аз мөлшерде қосып отыратын боламыз. Кішкене мөлшерін сары уызымызға қосып, оны да миксерлеп аламыз. Осы видеодағыдай формасын жақсы ұстап тұрғанға дейін миксерлейтін боламыз. Сары уызымызға сүт және сұйық майымызды қосып араластырамыз. Енді ақ уызымыз бен сары уызымызды қосып бірге араластыратын боламыз. Үстіне құрғақ ингредиенттерімізді ситодан өткізе отырып, ақырын лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз. Бізде осындай масса болып шығуы қажет. Толықтай араласқан соң формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай уақытта пісіріп алатын боламыз. Бисквитіміздің піскенін ағаш таяқшаның көмегімен тексеретін боламыз. Піскен бисквитімізді осылай төңкеріп суыған күтеміз. Бисквитіміз суығанша крем дайындайтын боламыз. Қант крахмалды араластырып, үстіне 2 дана жұмыртқамызды қосып, венчиктің көмегімен осылай араластырамыз. Ысыған сүтіміздің үстіне осылай дайын массамызды құямыз. Қайтадан отқа қойып, үзбей араластырып отырамыз. Қоюлана бастаған кезде оттан алып, үстіне шоколадымыз бен сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Тез суысын деп бөлек ыдысқа құйып, бетін осылай жауып, салқын жерге қоямыз. Ал енді суыған бисквитімізді осылай шетін кесіп, формадан ажыратып аламыз. Үстіндегі бөлігін тегістеп кесіп аламыз. Оны біз торттың сыртын қаптауға қолданатын боламыз. Осы бисквитті теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Жаңаға кесіп алған бисквитімізді блендерге салып үгітіп аламыз. Креміміз дайын. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Бисквитіміз жұмсақ әрі сулы болуы үшін осылай үстіне сүт пен қантты ерітіп, щетканың көмегімен жақсаңыздар да болады. Тортымызды жинап біткен соң сыртын қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай әсемдедім. Үстіне осылай шоколад пен майды ерітіп құйдым. Дайын болған тортымызды тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қойып қоямыз. Креміз сіңіп дәмді болу үшін. Міне біздің сливкисіз өте дәмді болып шығатын шоколадты тортымыз дайын. Егер де менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Назерке.